Burunda bir kişi kay kalım edi. Ülken kalım demiş. Gelip tartışasın ba degen eken de bereşe. Tartışasın ba dese yok tartışmayın degen eken. Ne korkasın ba dese yok. Tartışasın ba degen eğer ki men tartışa bersek dinimiz ne bolat degen eken. Men özümde dinine senimdimin. Özüm ustanımdan senimdimin. Kez kelgen adam men tartışa kaşagayın tartışam degen eken da. Eğer ki men tartışıp internette ötkende bir ne bop kaldım. Suhbat koy iki jaktı tartış bop kalgan. Biröw kelipdi palençi katırdı, вообще keremet aytты, ananı mıjıp tastadı, ananı jerkip tastadı dedi. Düşündün ba desin, yok, birak buna aykaylap söylep atır koy deydi da. Gördünüz mü? Adamlarda bilim жоқ bolgandan keyin ajratуу da kıyın bolады. Sonduktan tek kana senimdi adamlardan mümkünçiligi barınça көрген касындағы адамдан үйренсін. Ал бірақ алыста қай жерде жүргенini білмейміз. Кімдерге жұмыс істеп жатқанын білмейміз. Қандай адам екенін білмейміз. Әлі намаз оқи ма оқымай ма оны да білмейміз. Мен сізге айтайын. Енді саясат қой бұл. Баяғы Лүбнан, Ливан дедік қой. Ливия деген жер бар. Оны қандай айтамыз? Ливия деген жерде соғыс. Ол Каддафидің елін айтасыз ғой. Иә. Оларда соғыс өзінің халқы ортасында. Азаматтық соғыс болып кеткен. Соның ішінде бір имамдыққа шығып, сақал қойып алып, бір отрядты басқарып жүрген қанша жылдан кейін ұсталды да, өздерінің шайхы сақал қойып алған, уағыз айтып жүрген. Қанша жыл, бірнеше жыл соны туын астында, байрағын астында соғысқанда, бір күн қандайдыр Алла Тағала ананы шарманда қылды, ашып қойды да, басқа бір мемлекетке жұмыс істейді екен ғой. Мүлде мұсылман емес екен. Жихад деп адам тартты өзінің байрағын астында жүгіртіп жүрген да қанша жыл. Иә, сол шықты интернеттерге, сенімді ақпарат нелері сол нәрсені айтып шықты. Ананы ұстап алып жаза берді оған. Бірақ ана кісі қанша жыл шейх болып, уағыз айтып, байрақ көтеріп алып, қанша отрядты бойынсындырып, артында ертіп жүрген адам да. Сондықтан абай болуымыз керек.